Скөл областының тұрғындары, мен екі жарлық менен сіздерді таныштырып кетсем. Бірінші, біздің министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Усманович Жапаровтың тескемесі 2024 жылдың 16 январы номер 778 Далиев жөнінде Қырғыз Республикасының министрлер кабинеті жөнінде Қырғыз Республикасының конституциялық низамының 18-ші беренесіне лайық Қырғыз Республикасының президентінің Қырғыз Республикасының Скөл облысындағы жарым құқықты өкілінің бірінші орынбасары Далиев Уланбек Эшенович башқа ішке өткендігіне байланышты иелеген қызмет орнынан бошотылсын. Екінші, біздің Қырғыз Республикасының президентінің жарлығымен таныштырып кетсем, Далиев жөнінде Қырғыз Республикасының конституциясының 71-ші беренесін жетекшілік алып, тоқтам ғұлам Далиев Уланбек Эшенович Қырғыз Республикасының президентінің Қырғыз Республикасының Скөл облысындағы жарым құқықты өкілі болып дайындалсын. Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбеков Жапаров 2024 жылдың 18 февралы номер 28. Уланбек Эшеновичті таныштырудың қажеті жоқ болса керек. Жөнөкөй жұмысшыдан тұрмыш жолын баштап, мынакей әкімшілікте де іштеп, сіздерде бірінші орынбасар болып іштеп келе жатқан, мынакей біздің жарым құқықты өкілі болып дайындалды. Уланбек Эшенович, ішіңізге чоң игіліктерді алып келеді тілім. Жаңағы сөзімді қайталап қойып, мындай бүгінгі іс-шарамен бір 4-5-5-6 жылдан келейін. Жақсы жұмыс көп, көргөйлөр көп, бардығын сіз білесіз деп ойлойын. Скөл облысындағы көргөйлеріне пландар да қабдан көп алды қойып, ошо пландардың бардығын мен ошо ішке ашырады деп ойлойын. Ішіңізге дағы жолы игілік. Жана Түп районында дағы әкімді таныштырып жатқанда мен айтып кеттім, ошо бір жақадан баш бір жеңнен қол шығарып іштешіміз керек. Көрбейт, ұқпайт деп бір қандайдыр бір тура емес іштерге барғанда, мына бұл жерде облыстың жетекшілері, районның жетекшілері де отырасыңдар, андайларды біз тоқтатышымыз керек. Азыр бардығы көрініп, бардығы да болып тұрады. Ел бар, көзіме оғыла тұрған органдар бар, өте жақты іштеген мемлекеттік органдар бар. Шон үшін Уланбек Эшенович, мен ойлаймын, ақ ниет, шын пейіліңізбен іштеп бересіз. Мыйзамсыз жолдарға барбайсыз. Жана ошо мыйзамсыз жолдорго мына бул жерде областтык структура, райондук структура аларга да бөгөт коебуз деп. Бардығыз bir муштун болуп иштесек, мен жана айтып кеттим, типтерин айттым, ошо ишкерлерге, биздин ички, сырткы инвесторлорго жакшынакай бир мыйзам чегинде, жакшынакай бир жагдайларды түзүп берсек, ошол экономикасынын өсүшүнө чоң өбөлгө болот. Экономикасы өссө бюджетибиз көбөйсө, көйгөйлүү маселелерди, социалдык маселелерди, экономикалык маселелерди биз чечкенде абдан чоң мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Мына bir айлык экономика өсүш бизде 7,4% болду. Мында январда мындай болуп көргөн эмес да. Январда өзгөчө мындай тынч болуп экономиканын өсүшү ача байкалчу эмес. Мына биринчи жолу биринчи айда 7,4% өсөт да бизде ичкинин продукциясы. Ушул темпте мына Скөл областында да кармаш керек. Потенциалы чоң Скөл областынын, курорттук зона,
жана эми Мырзакуловдун бир бул долбоорлор бар эле, аны сиз да билет болушуңуз керек эле. Ошо жакшынакай долбоорлорду улантып жаңы долбоорлор болсо дагы ошолорду ишке кириш керек да. Мен сөзүм бүттү. Ошо баарыңыздарга да биринчи байлык, ден соолук дегенде ден соолук каалап кетелим. Иштериңизде ийгилик, үй бүлөңүздөр менен аман эсен болуңуздар. Ошо ишибиз дайыма илгерилеп, алдыга чыга берсин. Урматтуу Алибек Алешевич, урматтуу кесиптештер, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Быйылкы жыл айрыкча биз үчүн өтө оор жыл эмес, бир кирешенин бир жакшылыктар жылы болуш керек. Себеби биздин республикабыздын ички продукциясынын көлөмү триллион сомдон ашып аткандан кийин бул жерде биздин региондун дагы өзүнүн үлүшү көбүрөөк болуш керек. Ошондуктан биздин милдеттерибиз дагы кыла турган ишибиз да көп. Кечеги эле мен биздин мамлекет башчыбыздын, өкмөт башчыбыздын кабыл алуусунда болдум. Ал жерден да мен тапшырмаларды алдым. Ошол себептен сиздер менен бирге бир жакшы алгылыктуу иштерди кылышыбыз керек. Албетте баардык мыйзам чегинде. Ошондуктан баардыгыңыздарды чын дилиңиздер менен бир муштум болуп, бир команда болуп жакшы иштеп берүүгө чакырамын.